Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бананнан торт жасайтын боламыз. Өте оңай. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға шағып, және де оның үстінен бір кесе қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Егер сіздерде венчикте, миксерде болмаса, вилканың көмегімен жасасаңыздар болады. Міне мен сұйық майымды да құйып жібердім. Енді ұнымызды салып, және разрыхетілімізді салып, араластырып аламыз. Онды електен өткізіңіздер міндетті түрде, және бөліп салғандарыңыз жақсы болады. Өйткені әр ұнның тығыздығы әр қалай. Міне массамыз осымен көрсеткендей болады. Кейін 2 бананымызды турап, қалыбымызға жайластырып аламыз. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс маған үлкен шабыт сыйлайды. Міне енді массамызды бананның үстінен құйып, қалыбымызды 1-2 жерге ұрып, бір тегіс жайылғанына қараймыз массаның. Міне пирогымыз 180 градуста 30-40 минутта пісіп дайын болды. Арасы да өте керемет піскен, өте дәмді, жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.